Досым, зымыраған уақытқа қарашы. Ұстатпайды ғой шіркін. Дұрыс айтасың. Таң атса, кеш батады. Бұрынғының қарттары бір күнім өтіп кетті деп жылайды екен жарықтықтар. Қазіргінің қарттары ауыздарында темекі, айтқандары өсек. Бала әкенің орнында болған заман ғой. Замандасым, дұрыс айтасың. Күйбең тірліктеп жүріп, балаға да дұрыс тәрбиеден мақрұм қалдым. Бәрі кеш болды. Жоқ, олай деме бұрай. Ештен кеш жақсы. Балаңа сана берсін. Аманшылықта, жақсылықта кездесуге Алла Тағала нәсіп етсін. Алло, Айбол, қалайсың? Алло, жақсы. Не болды? Тыныш па? Бүгін әкеміздің туған күні ғой, кіріп шықпадық па? Өздерің бара беріңдер. Менің уақытым жоқ. Жоқ, Айбол, әкең қуанып қалар еді ғой. Жарайды. Кейін дайын отырыңдар. Рахмет, көп жасаңдар, бақытты болыңдар енді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Құтты жасыңыз болсын. Әмин. Сәлем дедік ата. Туған күніңіз құтты болсын. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен ата, туған күнің менен. Туғаныңыз құтты болсын ата, үріңіз. Жоқ, балам, рахмет. Қазақта жақсы сөз бар ғой, отың өшпесін, шырағың сөнбесін деген. Бұл біздің дәстүріміз емес қой. Нанды қорламаңдар. Олай болса, балалар, сендер үріңдер. Үре салсаңыз қайтеді. Елдің барлығы туған күнді осылай атауда бүйректен сирек шығарып. Басқа елдің қаңсығы бізге қандай пайда? Көңіл бөліп құттықтағандарыңа рахмет. Бақытты болыңдар, шырақтарым. Айттым осыған, келмей қояқшы деп. Бұғартқа қалай істесең ештеңесі жақпайды. Мен кеттім, уақытым жоқ. Балам, отыр. Айбол, қайда кетіп бара жатсың, ұят емес пе? Кет, Шибар. Оңбаған қарияны кісі рома. Әкең тірі болса, жақсылық жасап, батасын ал. Одан қор болмайсың. Әке тайым, асқар тауым, кешірші мені. Тентегіңнен ағаттық кетті. Әке. Әкеден асқан орман жоқ, әкеден асқан қорған жоқ. Әкеден асқан пана жоқ, әкеден асқан дана жоқ. Сен менің асқар тауымсың, әке.